Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов Астанадағы орталық коммуникациялар қызметінде брифинг өткізіп, аймақтың биылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы есеп берді. Алда атқарылар жұмысқа қатысты жоспарын айтты. Аймақ басшысының сөзіне сенсек, бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында биыл 10 айда 41,6 миллиард теңге бөлініп, мыңға жуық шағын және орта бизнес субъектілеріне қолдау көрсетілген. 529 жаңа жұмыс орны ашылыпты. Өңірімізде 17 инвестициялық жобаны іске асыруды биыл жоспарлаған болатынбыз. Оның ішінде жалпы құны 46 миллиард теңгеден асатын 8 жоба бүгінгі таңда іске асырылды. Қалған 9 инвестициялық жоба құны 24 миллиард теңгені құрайды. Жылдың соңына дейін тапсырылатын болады. Облыс басшысы биыл 7 жайлы мектептің құрылысы жүргенін, өткен айда 300 және 1200 орындық 2 мектептің, жыл соңында Водников ауылында 1200 орындық тағы бір мектепті пайдалануға берілетіндігін жеткізді. Біздің өңір үшін өзекті тақырыптардың бірі дәрігер тапшылығы. Мұны шешу үшін өзге өңірден білікті және оқуын енді аяқтаған жас мамандар шақырылды. Оларға бір реттік үстемақы тағайындалып, берілген бір реттік көмек мөлшері 2 есе көбейген. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында 4 медициналық ғимарат пайдалануға беріліп, жыл аяғына дейін тағы 12 нысан құрылысы аяқталғалы тұр. Атырау халқын алаңдатқан маңызды мәселенің тағы бірі ықшам аудандардағы канализация жүйесі. Бұл да көп ұзамай шешімін таппақ. Атырау қаласы мен оған қарасты елді мекендерді орталықтандырылған кәріз жүйесіне қосу мақсатында 22 учаскеге жобалық сметалық құжат әзірленіп жатыр, дейді Серік Шапкенов. Кәріз жүйесі бойынша Исатай ауданы Аққыстау ауылында кәріздік тазарту ғимаратының құрылысы қазіргі таңда жүруде. Сонымен бірге біз айта кетуіміз керек, мына қалада және Құлсары қаласындағы қазір кәріз жүйелерін жаңғырту бойынша көптеген қаражат бөліп, осыған көңіл бөліп отырмыз. Бұл жерде егер айтатын болсақ, олардың сонау 50-ші жылдары салынғаннан бері бірде-бір жөндеу көрмеген кәріздік желілер қазіргі таңда өздерінің слайдта көріп отырғандай жұмыстар жүргізілуде. Біз бұл жұмыстардың барлығын қазір бастап, жылдың соңына дейін аяқтаймыз. Және қосымша 36 жаңа кәріздік станцияда қайта жаңғырту бойынша жобалау сметалық құжаттамаларын жасақтап жатыр. Биылғы тасқын туралы да айтылмай қалмады. Серік Шапкенов тасқынның алдын алуға және оның салдарын жоюға көмектескен жандардың бәріне алғыс айта келіп, зардап шеккендерге өтемақы беру мәселесіне тоқталды. Өр суынан жапа шеккен 400-ге жуық шағын және орта бизнес өкілдеріне 4,5 миллиард, ал шаруаларға 1,1 миллиард теңге өтемақы төленді, деді. Енді зардап шеккендерге тұрғын үймен қамту үшін жалпы өңірде 104 үй салынды. Барлығы да толықтарымен аяқталып бітті. Сонымен қатар инфраструктураға келтірілген зияндар бойынша әлі күнге дейін жұмыс жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнге 27 шақырым және 6 көпір болатын. Мұны 25 шақырым қалыпқа келтіріп, қазір 3 көпір жөндеуден өтті. Қалғандарын жылдың соңына дейін толығымен аяқтаймыз. Брифинг соңында Серік Шапкенов облыстың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту бағытындағы жұмыстың үздіксіз әрі жүйелі жалғаса беретіндігіне сендірді. Орынгүл Бектілеуова, Әділхан Зайнеденов, Каспиан Ньюс.